Ағайын, бұл Рауан Заңзаңғар компаниясынан мына мәселеге көтергім келіп тұрды. Мен көп адамдар қойып жатыр, Ресей көліктеріне қатысты не айтасың деп. Біріншіден, Ресей көліктеріне қатысты не айтуға болады? Ана өкілетті органдардың айтуына қарағанда, тіркелмеген көліктер өте көп Ресейден келген. Және ол заңсыз жүр. Одан бөлек олар заңды бұзады дейді. Осындай мәліметтерді айтады. Сөйтіп, оларды Қазақстаннан шығарып тастауды, яғни жүргізбеу жағын қарастырып жатыр. Өздерінің заңдарына сілтеме жасап, я оны мен көптен білетінмін, оны неге бұлар айтпай жүр деп ойлап жүрмін, соны күтіп жүрмін. Сөйтсем бұны айтты ақырында. Яғни Ресейде де тіркелмеген, Қазақстанда тіркелмеген көліктерін оны басқаруға біздің Қазақстан Республикасының мүмкіндігі жоқ. Бұл заң. Енді сіздер айтасыздар. Бұлай ғой біздің былайша сөздердің түбіне қарағанда заңды бұзған үшін адамдардың, халықтың сазайын тартқызғыларын келіп тұр. Ал енді сендер білесіңдер ме? Сендердің сол астарыңда тұрған бұлғары күрсі дейілік креслоларыңның, қалталарыңа түсіп жатқан айлықтың, әйелдеріңді мәз қылып жатқан айлықтың, сол әйелдердің үстіндегі шубының бәрі осы өзіміз секілді халықтың арқасы. Сендерге жұмыс беріп отырған, жаңа мінбелерде сөйлеп, осы Ресей көліктерін жүргізбеу керек, анау мынау неге алып келген деген әңгіме айтып отқандардың барлығы осы біздің халықтың қызметкері. Сендер айлықты республикалық немесе жергілікті жердегі бюджеттен, қазынадан аласыздар. Ресей көліктері неге заңды біле тұра заңсыз неге Қазақстан кіргізді дегенге мен осы бүкіл халықтың атынан мүмкіндік берген халықтың бір өкілі ретінде, заңгер ретінде жауап берейін. Мынаны қараңыздар. Біріншіден, Ресей көліктері арзан. Ресей көліктері Қазақстанда жүрген көліктерден әлдеқайда қолайлы, жағдайы жақсы. Міне сол себепті алды. Бұл бір. Екіншіден, Ресей көліктерінің жағдай жақсы болғаннан алған жоқ. Жағдайлары мүшкіл олардың. Оңғаннан алған жоқ ешқайсысы. Тиын-тебен, азын-аулақ тиын-тебен жинап алды да, барды да, алды да, оны кәсіптік мақсатта пайдаланып жатыр. Кәсіпкерлік мақсатта, ақша табу жағынан. Өзіміз айтамыз ғой, ей, жыламаған балаға емшек қайда деп. Дәл сондай секілді бұларды әрекет жасап, күнін көріп жатыр. Мемлекетке алақан жайып жатқан жоқ. Бұл екі. Үшіншіден, оларды алып Қазақстанға кіргізген себебі, олар өздерін бұл мемлекеттің қожайынымын деп сезінеді. Дұрыс, ол қожайыны олар. Өйткені заңды да, мына конституцияны бекіткен кезде де бүкіл нәрсе осы мінекі халықтың үнімен үндесіп шығу керек. Ал қазіргі жағдайда сендердің істейінде отқан әрекеттерің, яғни мемлекеттің істейінде отқан әрекеті халықтың қалауымен үндеседі деп айта алмаймын. Одан бөлек заңды бұз деп айтатын болсаңдар, онда мынаны қараңдаршы. Мынау біздің жолымыз. Сиха. Мынау неше жылдан бері түскен гравий шығар. Әйтпесе быт-шыт болып аяғымыз жүрген. Ал жергілікті атқарушы органдар, жалпы мемлекеттер адамдарға қауіпсіз жолды қамтамасыз етуге міндетті. Осымен жүріп жатыр. Ал бұған не дейсіңдер? Егер де заң сақтауға келіп, заңмен талқылайтын болсақ, онда мемлекеттік органдардың тарапынан қаншалықты заңдар орындалып жатыр, өздерің талап етіп жүрген. Соған да назар аударыңдар. Енді төртіншіден, олар мемлекетке осы көліктерді алып кірген кезде, олар өзінің мемлекетінің, яғни өздеріне қызмет ететін мемлекеттің халыққа озбырлық, яғни қиындық, жаман жағдай жасамайтынына сенді, үміттенді, әлі үміттеніп жүр. Енді осындай жағдайларды алып кірді. Енді сендер айтасыңдар, нарушение дейсіңдер, бұзып жатыр, анау-мынау дейсіңдер. Жалпы біздің мемлекетте құқық қорғау органдарының мақсаты құқық бұзудың алдын алу. Құқық бұзудың алдын алу қандай? Мұндай жағдайда осы көліктерді заңдастыру. Заңдастырыңдар, онда ешкім құқықтарыңды бұзба, яғни заң бұзушылықтарға бармайды. Бәрін соны құқық бұзып жүргендерді ұстап алыңдар да заңдастырып тастаңдаршы, болды. Қойдай жуас болып шыға келеді олардың бәрі. Қойдай жуас болып шыға келеді. Мінекей, сендер біздің Қазақстан Республикасында құқық қорғау органдарының мақсаты сазайын тартқызу емес, адамдардың құқық бұзушылықтан алыс болу. Қараңыздар, мына жерде қанша ресейлік көліктер тұр. Бұның бәрі бауырларымыз ғой, өздеріміздің. Өзге адамдар емес. Сонымен айтайын дегенім, енді Қазақстан Республикасының өзінің билік иелері, яғни халық заңды өзгертуге қайлы. Қазір мен де қайлымын, кімді сұрасақ та қайлы қазір. Ал енді ол заңды қабылдау қиын да емес. Осыған дейін қанша рақымшылықтар жасадық, сол рақымшылықтарды жасауға болады. Түрмеден қылмыс жасап жүрген адамдарды шығарып жатсыңдар ғой рақымшылықпен. Бұл көліктерді заңдастыру тіпті қиын емес. В общем, сендердің көтеріп жүрген бүкіл мәселелерінің барлығы
сол көліктер заңдастырумен шешіледі. Оп оңай шешіледі, тым проблема емес. Ал енді сол көліктер заңдастырудың пайдасы мынада. Сендер айтып жүрген нарушениенің бәрі азаяды, бір. Екінші, мемлекетке пайда түседі, одан кейін халықтың жағдайы жақсарады. Ал енді біздің мемлекетіміз үшін, мемлекеттік билік үшін халықтың жағдайын жақсарғаннан артық не бар? Соны ойлану керек. Сосын халықты қинай беруді қою керек. Оларға андай ыңғайлы жағдай жасай бермеу керек, яғни қинап банктен кредит алатын жағдай, немесе жаңағыдай көлік алатындай жағдай бар. Қазақстан Республикасынан шығып жатқан, бізге қаншасы келіп отыр, Қазақстан Республикасынан құрастырылған көліктердің көбісі жаңа қозғалтқыштары бар, тағы сондай бұйымдары, азбырайлары бар делік. Солардың бәрі быт-шыт шығып, қайтадан өткізіп шаршап жүр. Одан жаңа Ресейден барады алып келеді, жақсылап теуіп мініп жүр, рахатына мініп жүр. Құдай-ау, біздің конституциямызда да жазылған емес пе? Ең басты біздің мемлекеттің мүддесі, бірінші мұраты халықтың рахаттанып өмір сүру емес пе? Біздің халықтың бақытты болуын қашан сендер іске асырасыңдар, соны ойлайсыңдар, сонымен мемлекеттік биліктің мұраты мен халықтың мұраты қашан бірге үндеседі? Осы маңызды. Мына біздің ішкі істер органдарына айтатыным, мына Қазақстанға кірген Ресей көліктерін заңдастыру керек. Онда тұрған тым ешқандай проблема жоқ. Менің соның жағындамын. Жаңа сендер айтып отқан, жаңа ғана айтып өткен проблемалардың бәрі соларды заңдастырумен шешіледі. Тым қиындығы жоқ. Бір түйір қиындығы жоқ. Жаңа айтып отқан, сен түрмеде отырғандарға да рақымшылық жасап жатсыңдар. Баяғы заңсыз салынған құрылыстарға, шетелге шыққан ақшаларға да рақымшылық жасадыңдар ғой. Құдай-ау, мынау өздерінің астынан мініп жүрген көлікке қалай рақымшылық жасамаймыз біздер? Референдумға шығарыңдар осы сұрақты. Егер біреу әңгіме айтатын болса, әр адам 2 реттен қол қойып береді керек болатын болса, мен ойламаймын бүкіл Қазақстан соған қарсы деп. Санаулы мүмкін жаңағы орыс тақылеттес болып кеткен жаңа безбүйрек біреулер болмаса, бұл заңға қарсы шығатын. Басқа ешкім қарсы шықпайды, өйткені мәселені халықтың пайдасына қарай шешу керек ағайын. Осы менің айтқым келгені. Сонымен Ресей көліктерін жалпы заңдастырған жағдайда ешкімге зиян келмейді. Ешкімге бір тиын. Қандай жағдайда? Сенде Ресейдің көлігі емес па? Жоқ. Сол Ресейдің көлігін заңдастыруға байланысты айтып жатырмын. Жаяусың ба? Сонымен жалпы Ресейдің көліктер заңдастырғанда ешқандай зиян жоқ екен айтып отырмын да. Зиян жоқ. Кімге зиян болады ол? Мемлекетке де зияны келмейді. Адамдарға да зияны келмейді. Оны сатып жүрген баяғыда орыстарға да зияны келмейді. Ешқандай. Керісінше пайдасы бар. Қандай пайдасы бар? Біріншіден жаңа өздерің айтып жүрген құқық бұзушылықтар, нарушениелер, солар азаяды. Екіншіден мемлекетке салық күйінде табыстар келеді. Үшіншіден халықтың ризашылығын аласыңдар. Төртіншіден мемлекеттік билікке деген халықтың ризашылығы болады. Одан бөлек халықтың әл-ауқаты көтеріле бастайды. Өйткені өздерінің кем кетіктерін сол көліктермен жамап күн көріп жүр, күндерін көріп. Осыған байланысты ойланатын көп нәрселер бар. Тек сендердің бәріміздің сүйеніп жүрген жаңағы заңдарымыз ол. Жаны жоқ, дымы жоқ. Осы халықтың берген билігінің шеңберінде, мүмкіндігінде сол мүмкіндікті пайдаланып қабылданған заңдар ғана, құқық нормалар ғана. Оны өзгертуге бәрімізге белгілі бүкіл халықтың мүмкіндігі бар. Онсыз да біздер өзімізге ыңғайлы заңдарды қабылдап алудан бірінші орын аламыз ғой. Халық та өзіне ыңғайлы заңды қалайды. Сондықтан бекерден бекер өзгелерді, халықты шаршатпай, бәріміз де сол халықтың ұлымыз. Сол кез келген жаңағы мемлекеттік билікте отырған адамдардың бәрі де халықтың ұлы, халықтың қызметшісі, халыққа қызмет ету керек адамдар, халыққа қарсы келе алмайтын адамдар былай келгенде. Бірақ болмайтын бір заңды, жаны жоқ бір заңды жаздықта, мынандай заңның, бабының, мынандай тармағы дедік те соған келіп тіреліп алып, қанша адамды шаршатып отырмыз. Ойланайық. Халықтың атынан осы парламентке тағы да сондай секілді сайлау болатын кезде елер алып, халықтың қамын сол кезде ғана ойлайтын депутаттар осы кезде неге үнсіз отқандарын түсінбеймін. Неге сендер шырылдамайсыңдар? Сендердің заң шығарушылық, бастамашылық құқықтарың бар. Неге сонымен шығарып, осыны үндеу қылып шығарып, референдум қылып өткізейік соны? Дәл соған ешқайсының бір жүрегінің түгі бар, шешім қабылдауға табанының бүрі бар деген секілді адамдар болмаса депутаттардың арасында, онда референдумға шығарайық та, сөйтейік та, көтерейік бұл мәселені, оп оңай шешуге болады. Қай бір заңды бұзбай жатырмыз біздер.
өздеріңіз қараңыздаршы, ана карантиннің кезінде біреу айтып еді, әдемі айтып еді соны. Бір министрдің, бір жалпы шенеуніктердің алба жұлба болып шаштары өсіп, сақалдары өсіп кеткен көрген жоқпыз. Ал негізінде бүкіл шаштараздар жабық болды. Біздің өзім мен сөйтіп жүрдім. Алба жұлба болып, сақалым өсіп, быт-шыт болып жүрдім. Ал олар өткен жоқ. Демек онда олар сол карантиннің талаптарын ескермей, шаштарын алғызып, сақалдарын қырғызып жүрген шығар. Енді өздері алмаған шығар деп ойлаймын енді. Сондықтан мен оған кінәлап отқан жоқпын. Ол қарапайым нәрсе, өмірге, тірлікке қажет нәрсе. Біз халықтың әл-ауқатын төмендететін шешім қабылдамауымыз керек. Сонымен жаңа айтып өткендей, бұл Ресейдің көліктерін заңдастырғаннан, легализовать еткеннен ешкім ұтылмайды. Бір адам ұтылмайды. Енді оны заңдастыру қалай заңдастырылады? Анау-мынау деген сөздер туатын болса, олар ПТС-пен келеді. Сосын жай жазбаша нысандағы мәмілелері бар, қолдарында меншік иелерінен сатып алған. Егер ол болмаса, енді оған даулап жүрген адамдар жоқ ешқандай. Ол көлік қой, құдай-ау, темір ғой. Заңдастыруға болады. Үйлерді де заңдастырдық қой. Мен өзім талай соттарына қатыстым, біреудің үйін біреу заңдастырып алған. Бірақ сонда да қалды ғой солар өзін заңдастырған адамда, яғни рақымшылықпен. Дәл сондай қылып істейік. Былайша айтқанда, мұның астында мынандай заң құқық нормалары бар. Адам, Қазақстан Республикасының азаматтары, құқық иелері өзінің мүлігін қоғам игілігіне сай пайдалану керек. Өзінің мүлігіне өзі ие болу керек. Және оны іске асыру керек, оны қорғау керек. Адамның өзі бірінші кезекте. Сондықтан егер де көліктің ПТС-і ғана бар, басқа ешқандай құжаты болмаса, яғни жаңа жай жазбаша нысанда жасалған мәмілесі болмаса, онда иеленіп, іс жүзінде иеленіп тұр. Ол былайша айтқанда іс жүзіндегі оның иесі. Соған рақымшылықпен ресімдеп беріңдер. Дәл осылай біз көліктен де үлкен нәрселерді рақымшылықпен ресімдетіп, үлкен ғимараттарды кәсіпкерлік мақсаттағы үйлерді бір ішінде осы адамның құжат әкеп, немесе құжатта жоқ болу кезде мен осы үйдің немесе ғимараттың иесімін деп айтып тұрған адамның сол сөзін растайтын бір түйір құжаты болмаса да, соны заңдастырып бердік. Ал оның қасында жаңа миллион, миллион жарым, 2 миллион, 4 миллион көлеміндегі көліктерді заңдастыру түкке тұрмайды бізге. Заңға келетін болсақ дегенім ғой. Ал енді жаңағы жарастайтын құжаттары болса, кім алақай. Сонымен Қазақстан Республикасының азаматтары қалай ойлайсыңдар? Егер құптайтын болсаңыздар, осының астында пікір қалдырыңыздар, посттың астында. Жоғарыдағы ағаларға үнімізді жеткізейік. Заңға қалай екен? Мен ешқандай кедергі өтіп тұрған жоқ біздің Қазақстан Республикасы заңдарын. Өйткені біз үлкен күштің иелері соны қалап тұр. Жаңа айтып өткенде еш нәрсеге оның зияны жоқ. Сондықтан мен сіздерден қолдау күтемін. Пікір қалдырыңыздар, ойларыңызды айтыңыздар. Көрсін халық нені қалайтын іс жүзінде. Халықтың қалаулы шешімін қабылдаңдар ағайын.